Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен макроэкономикалық көрсеткіштер, жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді қарастырып өтеміз. Бірінші кезекте жалпы ішкі өнімге назар аударайық. Алдарыңыздағы шеңберге ұқсас фигураны белгілі бір елдің шекарасы деп атайық. Және осы ел шекарасында, ел территориясында көк түсті отандық компаниялар қызмет етуі мүмкін, сонымен қатар осы елде шетелдік компаниялар да қызмет етуі мүмкін. Демек, жалпы ішкі өнім деп нені атаймыз? Осы белгілі бір елдің территориясында орналасқан барлық факторлардан өндірілген түпкі тауарлар мен қызметтердің нарықтық құнын біз жалпы ішкі өнім дейміз. Демек, осы елдің территориясының ішінде өндірілген тауарлар мен қызметтер. Және жалпы ішкі өнімді есептеу үшін біз тауарды Q деп белгілейміз, біз трактордың бағасына көбейтеміз, және оған қосамыз дәптер, көбейтілген дәптердің бағасына. Демек, өндірілген өнімді нарықтық бағасына көбейтіп, оның нарықтық құнын есептеп аламыз да, және барлық тауарлардың нарықтық құнын қосып шықсақ, біз бір жыл ішіндегі жалпы ішкі өнімді есептей аламыз. Енді біз сіздермен жалпы ішкі өнімнің анықтамасын бір қайталап өтейік. Ұлттық экономика шекарасында орналасқан барлық өндіріс факторлары арқылы өндірілген түпкі тауарлар мен көрсетілген қызметтердің нарықтық құны. Әдетте бір жыл ішінде. Жалпы ішкі өнім кварталға да есептелуі мүмкін. Есептеледі де. Енді біз сіздермен жалпы ұлттық өнімді қарастырайық. Қайталап өтеміз. Шеңберге ұқсас фигура ол осы елдің шекарасы деп есептейік. Және осы елдің отандық компаниялары, осы ел азаматтарының меншігіндегі компаниялар осы ел территориясында қызмет етуі мүмкін. Сонымен қатар басқа әлемде де қызмет етуі мүмкін. Басқа әлем деп біз макроэкономикада басқа мемлекеттерді айтамыз. Демек, біздің азаматтардың меншігіндегі компаниялар көршілес Ресей Федерациясында қызмет етуі мүмкін, немесе өздерінің филиалдарын көршілес Өзбекстан мемлекетінде ашуы мүмкін, және онда қызмет көрсетіп, тауар өндіру мүмкін. Демек, жалпы ұлттық өнім деп нені атаймыз? Осы ел азаматтарына тиесілі және қай жерде орналасқанына тәуелсіз, осы ел азаматтарына тиесілі факторлардан өндірілген тауарлар мен қызметтердің нарықтық құнын біз жалпы ұлттық өнім дейміз. Демек, ел азаматтарына тиесілі компаниялардың өндірген өнімін біз нарықтық бағасына көбейтеміз де, өзара қосатын болсақ, біз жалпы ұлттық өнімді есептейміз. Және де оның анықтамасына тоқталып өтейік. Жалпы ұлттық өнімді біз ағылшын тілінде Gross National Product деп атаймыз, және анықтамасы қай жерде орналасқанына тәуелсіз, белгілі бір елдің азаматтарына тиісті, өндіріс факторлары арқылы өндірілген түпкі тауарлар мен көрсетілген қызметтердің нарықтық құны. Әдетте бір жыл ішінде, және де кварталдарға да есептелінеді. Енді жалпы ішкі өнімнің көмегімен жалпы ұлттық өнімді қалай есептей аламыз? Егер де біз жалпы ішкі өнімге шетелден алынған алғашқы кірістің сальдосын қосатын болсақ, біз жалпы ұлттық өнімді анықтай аламыз.